Сәлем достар, бүгін біз абрикос шырынын дайындайтын боламыз. Ол үшін 6 кг өрік аламыз және де сүйегінен тазалап аламыз. Абрикосымызды сүйегінен тазаладық, 4 кг шықты. Абрикосты отқа қойдық, енді үстіне 4 литр су құямыз. 4 литр суымызды құйдық, енді абрикосымыз қайнағаннан кейін 5 минут қайнатамыз. 5 минуттай қайнатып алдық, міндетті түрде көбігін алу керек. Абрикосты блендерлаймыз. Блендерлеп болдық. Енді әрі қарай сүзгіштен өткіземіз. Сүзгіштен өткізіп алдық, енді 800 грамм қантымызды саламыз. Банкілерді стерилдейміз. Шырынымыз қайнады, енді 5 минуттай қайнатып аламыз. Абрикос шырынымызды банкімізге құямыз. Абрикос жемісінен дайындалған шырынымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.